Ұжымға жаңадан келген мамандардың кәсіби тұлғасын анықтау үшін Балауса мектепке дейінгі гимназиясының ұжымы дәстүрлі түрде байқау жариялайды. Биылда бұл үрдіс қалыс қалмай өз жалғасын тапты. Оған 7 жас маман қатысты. Барлығы сайысқа сыбана кірісіп, түбегейлі дайындалған. Өзін өзі таныстыру былай тұрсын, қатысушылар үй тапсырмасында алдарына жан салмады. Қолдан жасалған тәтті тағамдардың түр-түрісінің бәрі осы жерде. Сұрақ-жауап кезеңінде де қатысушылар жаңылған жоқ. Сауалдардың барлығына орынды жауап берілді. Бұның бәрін сән үлгісі кезеңі толықтыра түсті. Арнайы сайысқа тігілген көйлектер ерекше. Оған камзолға, яғни қошқар мүйізді арнайы қолдар жасадым. Яғни екпіні қазақтың үлгісі, көйлегі сияқты. 2030 жылғы журналист қыздардың жұмысқа киетін сән киімін жасадым. Бұны кәдімгі объявление сайтын газеттерді орап, осындай тоқыма жасадық. Одан кейінгі көйлек жасадық кәдігіндей. Сосын астын қиқыш-ұйқыш қылдырып, газетті артына сеткасын істеп әдемілеп 6 сағаттай уақытым кетті. Бұл мен костюмым арнайы пакеттерден тігілген. Бұл тігілгенде жіппен ештеңе етілмей, степлелермен арнайы бауларын арқылы жіп өткізіліп, үстіне өт тағылған. Басына бантик қылып, бір-біріне қосылып, басына бас киім тігілді. Ал қолөнер сайысында қатысушылар бірінен бірі өтті. Сабыннан жасалған себет, қолдан тігілген бөстек, үздік шаш үлгісі, тиыннан жасалған сарқырама, тоқыма, көзін жауын алатын түрлі әшекейлер көрермендерді таң қалдырмай қоймады. Әр жыл сайын келген жас мамандарды осы біздің балабақшамыз ұжымға кіргізу, яғни олардың педагогикалық дайындығы, жан-жақты дайындық мақсатында осындай сайыс өткіземіз. Бұнда біріншіден жас мамандардың осы ұжымға кіріп кетуі, педагогикалық, психологиялық дайындығы, одан кейін тәлімгерлік тағайындаймыз, әдістемелік көмектер және жеке қоғамдық жұмыстарға, басқа да іс-шараларға қатыстыру мақсатында болады. Сынақта жас мамандар өздерінің жан-жақты екендіктерін байқатты. Ал әділқазылар мүшесі болса байқаудың үздігін анықтасты. Сыннан сүрінбей өткен Эльвира Ибраева жас маман 2016 атағына әбден лайық деп танылды. Жаман емес, салды жақсы, осындай сайыстар бола берсін деймін. Қалған 6 қатысушы аталымдары бойынша марапатталды. Барлық сайыскерлерге естелік сыйлықтар мен арнайы дипломдар табысталды. Барлық ұстаздар қауымын, осы келе жатқан төл мерекеміз, ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Әрбіреуіміздің отбасымызға бірлік береке, бақыт, ең бірінші осы тәрбиелеп отырған балаларымыз аман болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Роза Лекбарова, Ризабек Жакупов, арнайы жаңалықтар үшін.